Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге мен Сәуле Әлиева. Бүгін сіздермен өте дәмді, құрамында мүлдем ұн жоқ сырникидің рецептімен бөлісетін боламын. Бұл рецепт самый идеальный деп айта аламын, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Ең алдымен сүзбемізді ситадан өткізіп аламыз. Сүзбеміздің пайызы жоғары болуы міндетті. Дәл осылай жасасақ, біздің сүзбеміз бір қалыпты, яғни оңай бірігетін болады және өте дәмді шығады. Біз барлық сүзбемізді өткізіп алдық. Неге осындай болуы қажет. Ал енді осыған қантымызды, манная крупамызды және жұмыртқамызды қосып, барлығын араластырамыз. Ешқандай миксер, блендердің қажеті жоқ. Осылай қасықтың көмегімен араластырсаңыздар жеткілікті. Ал енді лайфхак сіздерге қыздар, осындай тақтайшамыздың үстіне пищевой пленкамызды жабыстырып, осының үстіне ұнды шашып, форма жасайтын боламыз. Мен бұны котлет жасаған кезде де қолданамын. Өте жеңіл, жаңағы тісіңіз білініп, оны жуып өре болмайсыз. Неге осылай өзімізге қажет мөлшерде сүзбені алып, осындай пышақтың көмегімен әдемілеп форма жасайтын боламыз, дөңгелек етіп. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, біздің сырникиіміз өте әдемі болып шықты. Менде 15 сырники шықты. Және дәл осы әдіспен тоңазытқышқа, яғни морозкаға қатырып қойсаңыз да болады. Бұл тұра береді, қалған кезіңізде пісіріп ала бересіз. Ал енді қысып тұрған табамызға майымызды құйып, сырникиімізді бетін жауып, жай отта 5 минут пісіріп алатын боламыз. Және екінші жағында дәл солай 5 минут пісіретін боламыз қақпақтың астында. Неке достар, біздің сырникиіміз дайын болды. Міндетті түрде әзірлеп қараңыздар. Дәмі деген енді супер ғой, аузыңызда ериді. Міндетті түрде әзірлеп қараңыздар. Сіздермен болған мен Сәуле Әлиева. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп, видеоның астына лайк басып, өз пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Алда көптеген видео рецепттер болады. Менімен бірге болыңыздар.